Шыңшыл ақын. Ілияс Жансүгіров 1926 жылы жазған «Рүстем тарихы» поэмасын тарихқа негізделген Қоқан хандығы Іленің сол жағын қоныстанған ұлы жүзді Іленің оң жағындағы орта жүзбен ұстастырады. Арасында іріткі салып неше аттаныс, жортуылдар болады. Бұл Жетісу тарихындағы көрнекті орын алған Рүстем қырғыны осы Қоқан саясатының жемісі болған. Осы За, Үйсін, Найман арасында созылып бір талайдан келе жатқан осындай ұлы өштіктің аяғында матайды үркіп жүрген Үйсін шапқан, шабысып жұлқыласып, Үйсін Найман қан ағып ат бауырынан болған майдан. Төре Рүстем ұрыстың батыры боп, аз ауыл, үріккен елге салған ойран, құшақтап суға барған қызды жігіт қымсынтып қысыр тайдай қысып сүйді. Қатындар қосқан қойды ағытқанда жау шапты елді деген хабар тиді. Күн қайтып ыстық тамыз салқындады, шалғындар қан суарған былқылдады, қара су, қалың қамыс, жүлге өзектер лықылдап өлімтікке қарқындады. Әр жерде кесілген бас, туралған сан, қарағұс, қарға шоқып қарқылдады. Қаһарман, ұлтжанды Рүстем батыр Жетісудағы ұлы жүз, орта жүзді орысқа бағындырған, өздерін елге сұлтан болдық деп санаған төрелерді аса қатыгездікпен өлтіреді. Осының барлығын реалист қаламгер нақты суреттеген. Қыр деген Рүстемнің жарлығымен бауыздап балалардың бәрін сойды. Түстағы басын кесіп, ханын іш деп біреуге Рүстем берді көк қанжарды. Өкіртіп тіземенен басып тұрып, бауыздап басын бөлік кесіп алды. Қаздырып 10 кісілік ортақ көрді. Сүйегін сүйретіп кеп бәрін көмді, топырақ. Туу, пәлекет деп салдырып, топырақ төбешіктей үйілгенде. Ыза, ашу, мейірім, шафқат бәрі сөнді. Жау аяған жаралы, босамаңдар тарал деп Рүстем төле таратты елді. Ілиястың бұл поэмасы қазақ халқының өміріндегі 19 ғасыр жаугершілік кезеңді, яғни қалмаққа қарсы күресті феодалдық дәуірдің кері тартпа қақтығыстары тәуелсіздік, азаттық жолындағы күрес болса, рулық кездегі адамға, малға байланысты күрес. Тартыс ескілік көзқарастары, соның белгісі әсіресе Найман мен Үйсін руының арасындағы қақтығыс, адам тағдыры, ел намысы әсерлі бейнеленген, құшағы кең, жүрегі мейірімге толы қазақтың бойында әділетсіздікке деген қайраттылығының орасан қуаты жатыр. Тарихты біле жүрейік, ұлтжанды болайық. Рүстемдей батыл батыр болуға ұмтылайық, шығарманы оқиық.